Ең алдымен фундаментіңіз тегіс болмаса, осылай перфоратормен тегістеу алу қажет. Себебі теплофасадты тегіс фундаментке орнату өте маңызды. Теплофасадты орнату үшін фасадқа арналған клей немесе кафельный клейді пайдалануды ұсынамыз, және оны дайындау үшін шелектің сыртындағы нұсқаулыққа жүгінсеңіз болады. Клейді жағу техникасын осы видеодан көре аласыздар. Бұл техника арқылы сіздер теплофасадтың әрбір бұрышына бір тегіс клейді жеткізесіздер. Клейді жағып болғаннан кейін фундаментке орнатамыз. Орнату кезінде қолмен итеріп 4-5 минут ұстап тұру керек. Сол кезде клей барлық жеріне жетіп сіңетін болады. Әр теплофасадты орнатқаннан кейін осылай уровеньмен оның тегістігін тексеріп отырыңыздар. Теплофасадты өзіңіз қалаған мөлшерде кесу үшін нақтылап өлшеп алыңыз, және оны кесуге арналған ең қолайлы инструменттердің бірі ол алмаздық дискісі бар шлиф машина. Шлиф машина ол бетондардың үстін оңай әрі тез кесіп береді. Биіктігі бойынша екі қатар орнататын болсаңыздар, онда узорларына мән беріңіздер. Себебі әдемілік үшін узорлары бір-бірімен жалғасып тұруы өте маңызды. Теплофасадты орнатып болғаннан кейін оны 2 слой дайын бояумен пульверизатор арқылы шашып шығамыз. Қалай шашу керек екенін осы видеодан көрсеңіздер болады.